Қалалық үйлердің кең ауласында балалар асыр салып топ ойнап жүреді. Күн шуақты, көңілдері көтеріңкі. Сол сәтте балалардың бірі кенет тоқтап қалды. Ол жерде шашылып жатқан нан қиқымдарын байқап қалды. Бала ойынды ұмытып еңкейіп, нанды аса ұқыптылықпен алақанына теріп алды. Құм тозаңын ақырын тазалады. Мұны көрген достары жүгіріп келіп, таңырқай қарап тұрды. Мен әжемнің сөзін есіме алдым, деді бала. Әжем үнемі нанды қастерлеу керек. Оны аяқ астына таптауға болмайды. Жерде жатса, теріп алып, құстарға таста деп үйрететін. Бала жан-жағына көз жүгіртті. Сол кезде ағаштар арасында ұшып жүрген торғайларды көрді. Ол дереу баққа қарай жүгіріп барып, алақанындағы нан қиқымдарын ағаш түбіне жайлап қойды. Торғайлар ұшып келіп, нанды шоқып жей бастады. Бала олардың жегенін көріп, жүзіне қуаныш пен мейірім ұялады. Сосын ол достарына бұрылып, жылы да әсерлі дауыспен былай деді. Нан қиқымын шашпаңдар. Жерде жатса баспаңдар. Теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Балалар бұл жақсылыққа бірге қуанып, қол шапалақтады. Өйткені кішкентай жүректен шыққан жақсылық үлкен тәрбие еді.